Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Иррационал теңсіздіктер тақырыбына 3-ші мысалды қарастырайық. Бұл теңсіздікті шешу үшін алдымен мүмкін мәндер жиынын табамыз. Минус 2 артық емес тең 0. Енді екінші теңсіздіктің екі бетінде квадраттан өйткені теңсіздіктің екі беті де оң сандар, теріс емес. 2 артық 36 болады квадраттаған кезде. Міне осы теңсіздіктер жүйесін шешуіміз қажет. Теңсіздіктер жүйесінің біріншісін дайын тұр. Қазірше оның өзін жазып қояйын. X плюс 4 минус 2 0. Ал екіншісін мынандай келтіріп аламыз осы дайын түрге. X минус 2 минус 36 теңсіздіктің екінші бетіне өткізіп барып ортақ бөліміз беруіміз керек. Бір бөлшекке келтіріп аламыз, яғни x плюс 4 x минус 2 артық емес тең 0. X плюс 4 x минус 2 минус 36 x минус 2 артық 0. Екінші теңсіздікті ықшамдауымыз керек енді. X плюс 4 x минус 2 тұра берсін. Енді 36 72 болады көбейткен кезде. Яғни мына жақшаны ашып барып бөлшектің алымын ықшамдаған кезде, жақшаны ашып барып ықшамдаған кезде мынандай шығады сонда. Минус 36 x плюс x плюс 72 плюс 4 x минус 2 бірден ықшамдайын деп қателеспеп кетпейін. Сосын жаздым. Енді x плюс 4 x минус 2 76 плюс бізде минус екен. 76 минус 35x бөлінген x минус 2 артық 0. Міне бұл теңсіздіктер шешу үшін бөлшектің, яғни бөлшек рационал теңсіздік болып тұр бұл жерде. Мынаны 0-ге теңестіріп аламыз, мынаны 0-ге тең емес дейміз. Мынаны 0-ге теңестіріп, мынаны 0-ге тең емес дейміз. Сонда бізге мынандай не келеді? X плюс 4 тең 0, X тең минус 4. X минус 2 тең емес 0, X тең емес 2-ге. Мына өрнек бірдей болғанда, екеуінде де x тең емес 2 болады. Енді мынаны шешейін. Мына өрнекті 76 минус 35x тең 0. 35x тең 76. X тең 76 бөлінген 35. Ал осыларды енді сандық өске орналастырып, теңсіздіктердің шешімдерін табайын. Бірінші мынаныкін табамын. Бірінші теңсіздіктікін. Бірінші теңсіздіктен бізден 2 түбір шықты. X минус 4, X плюс 2 түбір емес, яғни өрнектің түбірлері. Енді сонда бірінші теңсіздікке сандық өс сызып жатырмын. Минус 4. Минус 4 бізде боялады. Өйткені мынаған қараймыз. Міне теңсіздікке 0-ден үлкен және тең деп қойған. Сол үшін боялады. Енді 2-ні саларда біз, бірақ бұны боямаймыз. Неге? Мына жер 4 тұрады. 2-ні боямайтын себебіміз x минус 2 бөлшектің бөлімінің түбірі. Сондықтан ол бөлшектің бөлімі 0-ге тең болуға болмайды. Мағынасы болмай қалады.
бірінші теңсіздіктің аралыққа сызып алды. Енді оның таңбаларын анықтайық. Мына -4. -4 арасында 0 жатыр. 0-ді қойып көретін болсақ, мына жерге 0 плюс 4 бұл жерде оң сан шығады. Астына 0 қойсақ -2. Яғни минус сан шығады. Ортасы минус болады, екі шеті плюс болады. Плюс болды. Енді екінші теңсіздікті неғып алайық. Сандығы сызып алайық. 2 76 бөлінген 5. Мына жанды бұны да боямаймыз. Өйткені себебі екінші теңсіздікті қараңыздар, 0-ден үлкен, теңі жоқ. Сондықтан мына жерде 76 бөлінген 35-ті енбейді ол да. 35 аралыққа бөлеміз. 0 мына жақта жатыр. 0-ді қоятын болсақ, ол жерге минус болады. Ортасы плюс болады, мына жерде минус болады. Таңбаларын анықтап алдық. Енді бізге керекті аралық бірінші теңсіздіктің жауабын қай аралық болатынын көріп алайық. Бірінші теңсіздікке бізге 0-ден үлкен аралық керек. Сол үшін бірінші теңсіздікте мына жақ болады, 0-ден үлкен. Екінші теңсіздікке бізге 0-ден үлкен аралық керек. Ол ортасы болады. Сонда бұл екеуінің қиылысатын аралығы мына жерден бастап 2-ден бастап 76 бөлінген 35-ке дейін болады екен. Жауабына жазып қояйық. Жауабы 2-ге жай жақша. 76 бөлінген 35. Оғанда жай жақша. Өйткені екеуі де енбейді. Жауабы табылды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ермек Алханұлы.